Жігіттерге ұнамайтын қыздардың киімдері қандай екен? Бәріне сәлем, менің құрбыларым. Сендермен әрдайым мен сүйікті интернет достарың Санжар Айтар. Қыздарда көбінесе жігіт ұнау үшін не кигенім дұрыс деген сұрақ туындап жатады. Ал егер біз көшедегі қарапайым жігіттен қыздарға қандай киім жарасады деп сұрайтын болсақ, онда ол осыны айтар еді. Мен құрбыларым моданы мұқият бақылап жатқан кезде жігіттер құрбыларымды бақылап жатады. Осы орайда егер сен соңғы сән модасына байланысты киінсең, бұл жігітке 100% ұнайды деген сөз емес. Бірден айтайын, бұл видеода мен киімдерді секси және секси емес деп бөліп қоямын. Себебі бір киім түрі жігіттің көңілін өзіне аудара алып, оны ғашық ете алады. Ал екіншісі болса, одан ешқандай эмоцияны да тудырмайды. Бұдан екінші киім әдемі емес, сәні кеткен, мүлдем үйлеспейді деп айтуға болмайды. Өйткені қыздарға ұнайтын киім бір бөлек, ал жігіттерге ұнайтын киім тағы да бір бөлек, және олар бір-бірімен үйлесе бермейді. Бұл видеоның мақсаты саған жігіттерге ұнау үшін нені және не үшін кию керек екендігін түсіндіру болып келеді. Мысалы, сен жігітпен кездесуге дайындалып жатқанда нені киюге болмай, қай киім түрі нақты оның көзқарасы бойынша үйлеспейтінін білу үшін. Сонымен, барлық жігіттерді сенен итеретін киім жайлы толығырақ білуге дайынсың ба? Онда кеттік. Негізі жігіттер түсіне бермейтін бір киім түрі бар. Ол тым ашық киім түрі деп аталады. Қыздардың ең бірінші қателігі бұл олар жігітке қатты нағысы келіп, киімнің ашықтығы бойынша шектен тым асып жатқанында. Мысалы, тым терең кеуде ашуы немесе басқа жерлерінің көрінуі. Осы жерде біз жігітке стриптиз клубта емес, кафеде ұнағымыз келетінін ұмытпауымыз керек. Осындай ашық-шашық детальдар сенің образыңды құртып, жігіттерді қызықтыра алмайды. Жарайды, басқаша айтайын. Бұл киімдер сенмен тек бір түнін өткізгісі келетін жігіттерді ғана қызықтырады. Одан артық емес. Осы тізімге тағы да леопардтық принттер де кіріп жатады. Кім көрінгеннің назарын осылай қаратуға болады. Ал бізге керек лайықты жігітті ашықтылық тек итеріп жібереді. Екінші, шалбар мен көйлек. Бұл жігіттердің ойынша бір-біріне еш сәйкес келмейтін образдардың бөліктері. Олар қарапайым адамдар ғой, сән туралы көп нәрсе білмейді де. Жігіттер скидкасы бар бірінші көзіне түскен распродажадағы киімді сатып алып, сонымен жүре береді. Ал мода, трендтер, тенденциялар оларға керек пе сол? Жігіттер бір уақытта шалбарды да, көйлекті да кию керек екендігін білмейді. Егер сен осындай образбен жігітпен кездесуге баратын болсаң, онда ол міндетті түрде сенің сырт келбетіне назар аударатын болады. Бірақ сол назар сәл басқаша кейіпте болады. Тоқта, бұл шалбар және оның үстіне киілген көйлек па? Сонда егер көйлек бар болса, онда шалбар не үшін қажет? Немесе шалбар бар болса, онда көйлек не үшін қажет? Тура осылай ол кездесудегі бүкіл уақытты осыны ойлауға өткізетін болады. Ал бұл саған қажет нәрсе емес. Сол үшін бір қарапайым нәрсені киіп, оның миын аштудың қажеті жоқ. Үшінші, балалық шақтағы футболкалар. Түрлі Микки Маус пен Диснейлік кейіпкерлер бар футболкалар өте сирек жағдайда стильді көрінеді. Бұндай футболкаларды бір базалық түрдегі немесе бір қызық жазуы барға ауыстырып көр. Онымен қоса шынымен күшті әрі есте қалатын слогандарды табуға да болады. Бірақ құрбыларым мен жазу деп айтқанда дәу мұнда тұрған Gucci деген жазуды меңземеймін. Бисер немесе стразалармен тігілген әсіресе. Барынша көзге түспейтін және қарапайым жазу әдемі көрінетін болады. Төртінші және бесінші пункттерге мен негізі жоғарыланған белге арналған джинсылар мен оверсайз киімдерді жатқызғым келген. Бірақ Google'дағы суреттерді көріп, олардың маған ұнай беретіндерін аңғардым. Алтыншы, экстремалды түстер. Әрине мен барлық жігіттерді айтпаймын, және кейбірінде бұл ұнау да мүмкін. Онымен қоса мен сенің ортаңды білмеймін. Сол үшін көбісі не дейді, соған құлақ асайық. Жігіттердің көпшілігі қышқыл түстес тым жарық киімдерді ұната бермейді. Оның орнына нәзік әрі жұмсақ варианттарды қарастыр. Және мен саған осы орайда жігіттерден келетін мақтаулардың көп болатындығына гарантия беремін. Осындай іс-әрекетпен сен бір оқпен екі қоянды өлтіресің. Өзің өте стильді көрініп, басқа жігіттердің назарларын
қарататын боласың. 7. Уги. Мен кейбір қыздарға угидің шынымен ұнайтынын білемін. Және олар қайда жоқ бір диюсуаз үшін олардан айыруға дайын емес. Бірақ маған түсіндіруге мүмкіндік беріңдер. Уги өте ыңғайлы, жылы, әрі жұмсақ болып келеді. Және саған оларды киген қатты ұнаса да осындай пішінді аяқ киім жігіттерге қатты ұнай бермейді. Себебі олар саған керек емес жерде белгілі бір көлем қосып жатады. Сол үшін жігіттер оларда тартымды еш нәрсе байқамайды. Және 8. Ер жігіттік фасондар. Соңғы кездерде байқағаным, жігіттер костюмі сәнге айналып барады. Мен бұл суреттегі қыздың киімін сәнді емес деп айтпаймын. Қайта керісінше. Бірақ біздің мақсатымыз жігітке ұнау болғандықтан, егер сенің гардеробында бұған ұқсас киімдер болса, оларды жігітке көрсетпеген абзал. Себебі жалпы айтқанда жігіт өзінің жанында оның ойынша стильді түрде киінген. Қайда барса да көпшіліктің назарын жақсы жағынан өзіне қарата алатын нәзік жанды сұлуды көргісі келеді. Ал бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда сені WhatsApp'та күтемін. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.